Алоэның адам ағзасына өте пайдалы әсер етуі туралы айтуға болады. Көптеген адамдар әрдайым әр түрлі ауруларға адал көмекші болу үшін, сонымен қатар теріні ылғалдандыратын және нәрлендіретін маска сияқты қоректі қоспалар үшін ингредиент ретінде үйде оны өсіруге тырысады, серпімділік береді және қабынуды азайтады. Алайға арналған бағалы бет маскасы көптеген теріні витаминдер мен микроэлементтермен толтырады, өйткені бұл көп жылдық өсімдік құрамында кальций, калий, фосфор, хлор, мыс, хром, мырыш және В дәрумендері, А дәрумені, теріге жақсы әсер ететіні дәрумені, ол терінің сауығуына көмектеседі, сонымен қатар дұрыс метаболизмге ықпал ететін холин. Алоэмен қалай маска жасау керек? Алоэ верадан шынайы нәрлендіретін масканы алу үшін алдымен қорабын дайындап алыңыз. Алоэ ең көп әсер ету үшін 2 апта бойы суарылмайды. Осы уақытта барлық қоректік заттар жапырақта жиналады. Кезеңнің соңында ең көп жапырақтары кесіледі, судың астында жақсы жуылады және тағы 2 апта ішінде тоңазытқышқа орналастырылады. Бұл уақытта алоэ жапырақтарында биологиялық стимуляторлар пайда болады. Оның көмегімен алоэ мен адамға арналған ең тиімді масканы жасауға болады. Алоэ мен балдың бет маскасы алоэ сияқты оның маскасы да әмбебап. Олар теріні жақсартуға, теріге серпімді, сондай-ақ жұқа әжімдерден арылуға көмектеседі. Сонымен сіз алоэ шарының ас қасық және 2 ас қасық бал қосып араластыру керек. Алынған шарында 25 минутқа бетке қолданылады. Алоэдан безеуден, маска безеуден және басқа тері ақауларынан арылту үшін алоэді үнемі қолданған жөн. Олардың біреуін жасау үшін сіз оның жапырақтарын ұсақтап бір жұмыртқаның ағымен араластырыңыз. Алынған қоспаға сіз кішкене лимон шырынын қосасыз. Алынған маска тұлғаның бетіне жағылады және тек толық кептіруден кейін жуылады. Осы процедураның арқасында қысқа уақыт ішінде тері тесігінің тарылуын және қабынудың азаюын көруге болады. Алоэден әжімдерден маска төменде ұсынылған 2 маска қазірдің өзінде қалыптасқан әжімдерге қарсы күресуге және олардың пайда болуына жол бермеуге көмектеседі. Бетіне алоэ мен алғашқы масканы жасау үшін сақталған алоэ жапырағының шамамен 100 граммын алып 1 литр қайнаған суға құю қажет. Алынған инфузия кішкентай отқа қойылады және 5 минут қайнатады. Содан кейін ол салқындатылып, салқын жерде немесе тоңазытқышта сақталады. Бұл қоспаны тері проблемалы аймақтарына күн сайын қолданған жөн. Екінші масканы жасау үшін осы өсімдік шырыны мен қаймақты ас қасықтан алу керек. Мұның бәрі мұқият араласып, қоспаға шай қасық бал қосыңыз. Алоэ шырынымен алынған маска 25 минутқа бетке қолданылады. Құрғақ теріге арналған маска. Бұл маска құрғақ және қабыршақты теріні ылғалдандырады. Бетке арналған алоэ мен маска жасау үшін су, алоэ шырыны, глицерин мен балды бірдей бөліктерге араластыру қажет. Баяу араластырыңыз, қайнататын қоспаға шай қасық сұлы қосылады. Маска аптасына 2 рет 25 минут бойы қолданылады. Уақыт өте келе тері құрғақ болып жасарады. Алоэ мен маскадан басқа сіз оның шырынын ғана пайдалана аласыз. Ол теріні нәрлендіреді және оның жағдайына оң әсер етеді. Таңертең және кешке сіз бір қабаттың қабығынан суырып, бетті ортасына сүртіп отыру қажет. Бұл процедура өте пайдалы және кез келген теріні жақсартады. Білесіз бе, айдай әлемге танымал Клеопатра ханшайымның өзі алоэдан жасалған кремді жаққан екен. Дәрігер Диоксид алоэ жараларды емдеп, ұйқыны тыныштандырады деп жазып кеткен. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді алоэ да көміртегіні жұтып, оттегі шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэ 2 қабат әйелдер, бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай қан қысымында ауытқушылығы бар адамдарға да алоэға жақындауға кеңес берілмейді. Алоэны қандай жағдайда қолдануға болады? Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стақан сүтке және жалбыз тұнбасына қосып, жылы ваннаға қосасыз. Мұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэны қойып, дәкемен танып тастау керек және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып, бинтке қойыңыз да аздап жаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Иммунитетті көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стақанды, дәкені немесе мәріліні аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да, сол мәрілінің бетіне әбден кескілеген алоэны қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стақанға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 апта. Егер суық тигізіп алсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын мұрынға 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды.
Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңізді жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шағын ішіңіз. Ларингит, тамақ ауырсынуы кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шағынымен шайыңыз. Мінекей, терезеңіздің алдындағы алоэның бір бойынан осыншама үлкен дәріхана жасап алуға болады екен. Оны пайдаңызға жаратыңыз да, суаруды ұмытпаңыз.